Бұл Masterpiece маусымының робот ойыны алаңы. Мұнда кез келген ретте орындауға болатын 15 миссия бар. Барлық миссияларды орындауға міндетті емессіз. Тек сізге берілген 2,5 минутта барынша көп миссия орындаңыз. Робот ойынның ең жоғарғы нәтижесі ғана есептелінеді. Робот ойынды іске қосу аймағында бастау керек және кез келген уақытта үй аймақтарының кез келгеніне қайту үшін бағдарламаланған болуы керек. Топ оны басқа миссияларды орындау үшін қайта іске қоспас бұрын үй аймағында өзгерте алады. Біз негізгі құндылықтарды игі кәсіпқойлық арқылы жеткіземіз. Әр матчта төрешілер сіздің игі кәсіпқойлығыңызды бағалайтын болады. Робот және оның жабдықтары іске қосу аймағына сыюы керек және биіктігі 305 мм-ден аспауы керек. Егер роботыңыз және оның жабдықтары тек қана бір іске қосу аймағына сиятындай кішкентай болса және биіктігі 305 мм-ден кіші болса, 20 ұпай. Бірінші миссия. 3D кинотеатр. 3D әсерін іске асыру үшін 2D экранын іске қосыңыз. Егер 3D кинотеатрының кішкентай қызыл сәулесі қара жақтаудың оң жағында болса, 20 ұпай. Екінші миссия. Театр сахнасын өзгерту. Декорацияны басқа конфигурацияға өзгертіңіз және бірдей көріністермен аяқтау үшін басқа топтың не істейтінін ескеріңіз. Егер театрыңыздың қызыл жалауы төмен болса және белсенді көрініс түсі көк болса, 10 ұпай. Қызғылт болса, 20 ұпай. Қызғылт сары болса, 30 ұпай. Бонус: егер екі топтың белсенді көрініс түстері сәйкес болса, көк болса, 20 ұпай қосымша. Қызғылт болса, 30 ұпай қосымша. Қызғылт сары болса, 10 ұпай қосымша. Үшінші миссия. Иммерсивті тәжірибе. Егер 3 иммерсивті тәжірибе экраны көтерілсе, 20 ұпай. Төртінші миссия. Masterpiece. Тобыңыздың Лего өнер туындысын жасау үшін 4-ші қапшықтағы кірпіштерді пайдалана аласыз. Оны матчқа әкеліп, мұражай тұғырына орналастырыңыз. Егер сіздің тобыңыздың Лего өнер туындысы кем дегенде ішінара мұражайдың мақсатты аймағында болса, 10 ұпай. Бонус: егер өнер туындысы тұғырға толығымен сүйенсе, 20 ұпай қосымша. 5-ші миссия. Толықтырылған шындық мүсіні. Толықтырылған шындық тәжірибесін ашу үшін мүсінді бұрыңыз. Толықтырылған шындық мүсінінің қызғылт сары тетігі толығымен оңға бұрылса, 30 ұпай. 6-шы миссия. Музыкалық концерт шамдары және дыбыстары. Жарық пен дыбысты қосу арқылы музыкалық концерт ұйымдастырыңыз. Егер шамның қызғылт сары тетігі толығымен төмен бұрылса, 10 ұпай. Егер динамиктің қызғылт сары тетігі толығымен солға бұрылса, 10 ұпай. 7-ші миссия. Голограмма орындаушы. Шоуды бастау үшін голограмма орындаушысына сахнаны орнатыңыз. Голограмма орындаушысының қызғылт сары түрткіш активаторы қара сахна орнату сызығынан толығымен өтіп кетсе, 20 ұпай. 8-ші миссия. Айналмалы камера. Фильм көрінісін түсіру үшін камераны төменге түсіріңіз. Айналмалы камераның ақ көрсеткіші қара көктің сол жағында, бірақ орташа көк және ашық көктің оң жағында болса, 10 ұпай. Қара көк және орташа көктің сол жағында, бірақ ашық көктің оң жағында болса, 20 ұпай. Қара көк, орташа көк және ашық көктің сол жағында болса, 30 ұпай. 9-ші миссия. Түсірілім алаңы. Қайық моделін тарту арқылы көріністі көрсетіңіз. Егер қайық картаға тиіп, сахнаның қара сызығынан толығымен өтіп кетсе, 10 ұпай. Егер камера картаға тиіп, камераның мақсатты аймағында ішінара болса, 10 ұпай. 10-шы миссия. Дыбыс микшері. Мінсіз аудио жазу үшін студияның дыбыс деңгейін реттеңіз. Егер дыбыс микшерінің жүгірткісі көтерілсе, әрқайсысына 10 ұпай. 11-ші миссия. Жарық шоуы. Тұтқаларды көтеру арқылы мұнарадағы жарық шоуын іске қосыңыз. Егер жарық шоуының ақ көрсеткіші аймақ шегінде болса, сары 10 ұпай, көк 30 ұпай.
жасыл 20 ұпай. 12-ші миссия виртуалды шындық әртісі. Көркем мүсін жасау үшін модельді бірнеше рет іске қосыңыз. Егер тауық бүтін болса және бастапқы орнынан қозғалған болса 10 ұпай. Бонус және лаванда нүктесінің үстінде немесе толығымен асып кетсе 20 ұпай қосымша. 13-ші миссия крафт құрылысшысы. Крафт машинасынан туындыны шығарыңыз. Егер крафт машинасының қызғылт сары және ақ қақпағы толығымен ашық болса, 10 ұпай. Егер крафт машинасының ашық қызғылт ысырмасы тікелей төмен қараса, 20 ұпай. 14-ші миссия көрермендерді жеткізу. 7 көрерменді белгілеген жерлерге жеткізіңіз. Егер көрермен белгіленген жерде толығымен болса, әр көрерменге 5 ұпай. Егер белгіленген жерде кемінде бір көрермен толығымен болса, әр бағытқа 5 ұпай. 15-ші миссия сарапшыларды жеткізу. Сарапшыларды олардың белгіленген жерлеріне жеткізіңіз. Егер аталған сарапшылар кем дегенде өздерінің белгіленген жерлерінде ішінара болып тұрса, әрбіріне 10 ұпай. Сахна менеджері Сэм түсірілім алаңында, куратор Анна мұражайда. Дыбыс режиссері Ноа музыкалық концертте. Скейтбордшы Изи скейт саябағында. Визуалды эффектілер директоры Эмили кинотеатрда. Дәлдік жетондары. Сіз матчты 50 ұпайға есептелген 6 дәлдік жетонымен бастайсыз. Егер сіз роботтың жұмысын үйден тыс жерде тоқтатсаңыз, төреші бір жетонды алып тастайды. Сіз матчтың соңында қалған жетондар саны үшін ұпай аласыз. Сіздің еңбегіңізді төрешілер игі кәсіпқойлығыңызға байланысты бағалайтынын ескеріңіз. Және робот ойынының ережесін оқуды ұмытпаңыз. Іске сәт!